Мен сүймеген адаммен алғашқы түнді өткіземін деп ешқашан ойламаппын. Бірақ әмеңгерлік салты менің даусымды өшірді. Бұл ой менің ішімде жаңғырып тұрды. Айқайламайды, жыламайды. Тек ауыр тас сияқты көкіректе жатып алады. Үйдің бәрі сыртқа шықты. Ешкім артына қарамады. Ешкім дайынсың ба деп сұрамады. Олар үшін бұл салт, ал мен үшін үкім. Бөлме тым кең сияқты көрінді. Бұрын бұл жерде күлетінмін. Әжемнің сандығын ақтарып, ескі истерге тұншығатынмын. Ал бүгін сол истердің өзі жат. Қабырғадағы көлеңкелер де бөтен. Мен төсектің шетіне отырдым. Отырдым да қозғалмадым. Қолымдағы жүзікке қарадым. Ол маған тиесілі емес еді. Бірақ менің атыммен тағылған. Әйел үнсіз көнсе, бәрі дұрыс. Осы сөзді қанша рет естідім. Енді сол сөз менің тағдырыма айналды. Сыртта ит үрді. Біреу күлді. Өмір жалғасып жатты. Ал менің өмірім дәл осы бөлмеде тоқтап қалғандай. Есіме күйеуім түсті. Оның жүзі емес, даусы. Бірде маған шай құйып беріп тұрып, сен мықтысың дегені. Сол сөз қазір жанымды одан сайын ауыртты. Мен мықты болу үшін емес, тірі болу үшін күрескім келді. Уақыт баяу жылжыды. Сағаттың тықылы құдды жүрегіммен жарысып тұрғандай. Әр секунд ауыр. Сосын, есіктің ар жағында біреу бар екенін сездім. Дыбыс жоқ. Бірақ ауа өзгерді. Бей тынысын ішіне тартқандай болды. Мен орнымнан тұрмадым, қарамадым, қашпадым. Өйткені бұл қашатын жағдай емес еді. Есік ашылды. Жай, үнсіз. Ол кірді. Ол есікті жапты. Жапты да бір сәт орнында тұрып қалды. Мен оның демін сездім. Ауыр емес, сенімсіз. Бұл да маған таңсық болды. Мен оны қатал, өзіне сенімді, салттың артында жасырынған адам деп елестеткенмін. Ал дәл қазір ол да осы бөлмеде артық адам сияқты тұр еді. Ол маған қарады ма білмеймін. Мен көзімді көтермедім. Егер көзіміз тиіссе, әлсіздігім ашылып қалатындай қорықтым. Үйдегілер бәрі шықты, деді ол ақырын. Бұл сөздің не үшін айтылғанын түсіндім. Енді бәрі дұрыс. Енді салт орындалуы керек. Мен үндемедім. Үндемеу менің жалғыз қаруым еді. Ол бір қадам алға басты да тоқтады. Арадағы қашықтық қысқарған сайын жүрегім қаттырақ соқты. Бірақ ол жақындамады. Төсектің қарсы бетіне барып отырды. Отырды. Басын төмен салды. Сол сәтте мен бір нәрсені түсіндім. Ол да бұл түнді жеңіс деп қабылдап отырған жоқ. Мен деді де тоқтады. Сөз таба алмай тұрғаны анық еді. Мен сенен кешірім сұрай алмаймын. Өйткені бұл кешірілетін іс емес. Мен алғаш рет оған қарадым. Оның жүзі шаршаған. Көзінің астында қара көлеңке. Бұл бір түнді қорқыныш емес. Жылдар бойы жиналған ауырлықтың ізі. Бірақ мен сені қорқытқым келмейді, деді ол. Менің де таңдауым болмады. Бұл сөз мені ашуландырмады, таңқалдырды. Әдетте еркектер осындай сәтте өздерін ақтауға тырысады. Ал ол тек шындықты айтып отырды. Бөлме тағы да үнсіз қалды. Бірақ бұл үнсіздік бұрынғыдай тұншықтырмады. Менің ішімде бір сұрақ тұрды. Егер ол да қаламаса, онда бұл салт кім үшін? Атынды айтпай-ақ қояйын, деді ол кенет. Бүгін ат айтқым келмейді. Мен түсіндім, ат жақындық. Ал біз әлі тағдырдың ғана тұтқынымыз. Мен мына жақта отырамын, деді ол. Сен өзіне қалай ыңғайлы? Ол орнынан тұрып бөлменің екінші шетіне өтті. Менің көзіме жас келді. Бірақ ол жас әлсіздіктен емес еді. Бұл күтпеген құрметтің салдары. Түн тереңдеді. Сырттағы дыбыстар өшті. Үй ұйқыға кеткенде ғана біздің тағдырымыз ояу қалды. Мен терезеге қарадым. Ай әлі сол жерде.
Бірақ енді ол маған суық көрінбеді. Мен бірінші рет іштей бір шешімге келдім. Бұл түн мені сындырмау керек. Кенет ол дауыстап сөйледі. Егер қаласаң, бүгін тек уақыт өткізейік. Таң атсын. Одан кейін не боларын бірге ойлармыз. Бұл ұсыныс емес еді. Бұл адамдықтың соңғы шегі. Мен басымды баяу изедім. Сол қозғалыс менің сол түндегі ең батыл қадамым болды. Бөлмеде шам жанған жоқ. Ай сәулесі ғана еденге сызық болып түсіп тұрды. Сол сызық бізді екіге бөлгендей. Мен бір жағында, ол екінші жағында. Уақыт тоқтап қалғандай, бірақ ой тоқтамады. Ұйықтамайсың ба? Деді ол біраздан кейін. Ұйқы келмейді, дедім мен алғаш рет. Даусым өзіме бөтен естілді. Әлсіз емес, бірақ шаршаған. Сол сөзден кейін үнсіздігім бұзылды. Ал онымен бірге ішімдегі бөгет те сәл сөгіле бастағандай болды. Маған да, деді ол. Ол терең дем алды. Мен сені түсінемін деп айта алмаймын, бірақ сен жалғыз емессің. Бұл сөз жұбату емес еді. Бұл қатар тұру. Біз біраз уақыт үнсіз отырдық. Сосын ол баяу сөйлей бастады. Өз өмірі туралы. Қалай ағасының көлеңкесінде өскенін. Қалай шешім қабылдауды ешқашан өзі үйренбегенін. Қалай бұл салтты орындаудан бас тартса, бүкіл әулетке қарсы шығатынын. Кейде еркек болу да таңдау емес, деді ол. Кейде ол да міндет. Мен тыңдадым, үкім шығармадым. Себебі мен де дәл қазір сол міндеттің ішіндемін. Ал сен, деді ол ақын. Сен қандай едің, бұрын? Бұл сұрақ мені селк еткізді. Бұрынғы мен. Ол әлі бар ма еді? Мен деп бастадым да тоқтадым. Мен біреудің жары болдым. Бірақ ең алдымен өзім едім. Күретінмін, қорқпайтынмын. Даусым дірілдеді. Ал бүгін мен өз даусымды естімеймін. Ол ештеңе демеді, бірақ тыңдап отырғанын сездім. Бұл ең маңыздысы еді. Түн ортасынан ауғанын білмей қалдық. Сағат тықылда жоғалып кеткендей. Біз бір-бірімізге жақындамадық. Бірақ арадағы қашықтық енді суық емес еді. Ертең бәрі басқаша болады, деді ол кенет. Адамдар, көзқарастар. Мен басымды изедім. Бірақ бұл түн тек біздікі болып қалсын. Ол маған қарады. Ұзақ, терең. Сол қараста аяушылық жоқ еді. Қызығушылық та емес. Тек түсіну. Қаласаң, деді ол. Сен бұл түнді есінде ауыр жүк қылып сақтама. Мен көзімді жұмдым. Бәлкім солай да болар. Таңға жақын бөлме салқындай бастады. Мен иығыма шәл жаптым. Ол байқап қалып, орнынан тұрып көрпені жақынырақ әкелді. Қолымыз кездейсоқ тиіп кетті. Сол бір сәтте жүрегім шым етті. Қорқыныштан емес, тосын сезіммен. Бірақ ол қолын дереу тартты. Бұл тағы бір шекара. Бұл тағы бір құрмет. Таң жарығы терезеден сығалап кіре бастады. Бұл түн өтті. Мен тірі қалдым. Сынған жоқпын. Бірақ өзгердім. Таң атты. Бұл таң басқа таңдарда емес еді. Үй оянды, бірақ мен оянған жоқпын. Мен түнде ақ басқа адамға айналып қойғандаймын. Сыртта әйелдердің сыбдыры, ыдыстың сылдыры естілді. Біреу есік алдына су септі. Бұл үйде өмір өз ырғағымен жалғасып жатқанын білдіретін дағдылы дыбыстар. Бірақ мен үшін олардың әр қайсысы еске салу еді. Енді бәрі сенің үстіне шешілді. Ол ерте тұрды, үнсіз. Мен оның қозғалысын арқаммен сезіп жаттым. Мен қазір шығамын, деді ол баяу. Таңғы асқа дейін. Бұл сөздің астарында көп нәрсе бар еді. Сені жалғыз қалдырмаймын. Бірақ жұрттың көзі бар. Есік жабылған соң ғана мен орнымнан тұрдым. Айнаға қарадым. Айнадағы әйел мен едім. Бірақ көзінде кешегі мен жоқ. Оның орнына бір сабыр бар. Ауыр,
бірақ берік. Сен тірісің, дедім сыбырлап. Демек, бәрі бітпеген. Аулада үлкендер жиналып отыр екен. Бірі маған қарады, бірі көзін тайдырды. Әдеттегі әдеп. Әдеттегі үнсіз сот. Енесі маған шай құйып берді. Шаршаған шығарсың, деді. Бұл сөз мейірімнен емес, міндеттен туғанын түсіндім. Бірақ соған да шүкір дедім іштей. Себебі суықтықтан гөрі жасанды жылылық жеңіледі. Ол да келді. Менің қарсыма отырды. Көзіміз түйіспеді. Біз енді бір-бірімізге тиесіледік. Бірақ әлі бөтенбіз. Күн өткен сайын салттың салмағы сезіле бастады. Үй басқа, реті басқа. Тіпті үнсіздіктің өзі де бөтен. Мен бұрын өз ойыммен жүретінмін. Ал мұнда әр қадам көз алдында. Әр тыныс есепте. Кешке қарай ол маған жақындады. Егер қаласаң, деді, сен бұрынғы бөлермене барып отыра аласың, өз-өзіммен. Бұл да еркіндік еді, шағын ғана, бірақ бағалы. Рахмет, дедім. Бұл сөзді айту қиын болды. Себебі ризашылық, мойындау. Ал мен әлі мойындауға дайын емес едім. Сол түні біз тағы да үнсіз отырдық. Бірақ бұл үнсіздік енді қорқынышты емес. Біз бір-бірімізге үйренуіміз керек, деді ол. Мәжбүрлеп емес, уақытпен. Мен оған қарадым. Ал егер үйрене алмасақ ше? Ол біраз ойланды. Онда да адам болып қалуымыз керек. Бұл жауап маған ұнады. Себебі ол махаббат уәде етпеді, бірақ құрметтен таймады. Түнде мен ұзақ ойландым. Бұл тағдыр маған не берді? Нені алды? Мен махаббатымды жоғалттым. Бірақ өзімді жоғалтпау үшін күресіп жүрмін. Бәлкім осы күрес менің жаңа жолым шығар. Уақыт өтті. Күндер бір-біріне ұқсас болғанымен, менің ішімде бәрі өзгеріп жатты. Үйдің тірлігіне үйрендім. Таңертең ерте тұру, үлкендерге сәлем беру, үнсіз жүру, бәрі автоматты әдетке айналды. Бірақ жүрек әдетке бағынбайды екен. Менің ішімде бір сұрақ күн сайын қайталанды. Мен кіммін енді? Жесір ме? Жар ма? Әлде тек бір салттың жалғасы ма? Ол бұл сұрақты маған қоймады. Бірақ көз қарасынан сезетімін. Ол да өзін іздеп жүр. Ауылда сөз тез тарайды. Біреу маған аянышпен қарайды, біреу қызғанышпен. Біреу ішінен үкім шығарып қойған. Жас қой, деді бір әйел арттан. Үйреніп кетеді. Сол сөз жүрегіме қадалды. Үйрену өмір сүрудің жалғыз жолы ма? Сол күні кешке мен ұзақ отырдым. Терезеден сыртқа қарап. Күн батып бара жатты. Қызыл шапақ аспанды жапқанда, өзімнің де ішімде бір нәрсе батып бара жатқан сездім. Сен бүгін басқа сияқтысың, деді ол. Мен әрқашан басқамын, дедім жай ғана. Ол жымиған жоқ, бірақ басын изеді. Иә, сен үнсіз болған сайын, соны айқынырақ сеземін. Сол кеште алғаш рет ашық сөйлестік. Мен сенің орнында болсам, деді ол, бәлкім қашар едім. Мен оған қарадым. Ал сен неге қашпадың? Ол терең дем алды. Өйткені кейде қашу ең оңай жол. Ал мен өмір бойы оңай жолмен жүріп келемін. Бұл сөзде өкініш бар еді. Өзіне деген. Мен алғаш рет оны тек салттың адам емес, күресіп жүрген жан ретінде көрдім. Күндер өте берді. Біз бір шаңырақ астында, бірақ әрқайсымыз өз ішімізде жалғыз едік. Алайда сол жалғыздық біртіндеп ортақ кеңістікке айнала бастады. Ол менің пікірімді сұрай бастады. Мен де оның үнсіздігін түсінуге тырыстым. Бірде ол маған, сен күлгенде бұл үй өзгереді, деді. Мен таң қалдым. Өйткені өзіміздің күлмей жүргенімді білмеппін. Түндердің бірінде мен шындықты мойындадым.